Егер де үйіңізде асқабақ жатса, менімен бірге өте пайдалы әрі дәмді салат жасап көріңіз. Алдымен асқабақтың дәндерін алып тастап, одан кейін сыртын жақсылап жуып, үлкен бөлшектерге бөліп аламыз. Қазанымызға салып, одан кейін жарты кружкадей су құятын боламыз. Газға қойғаннан кейін кішкене қайнағасын астын басып қоямыз. 25-30 минутта осындай өте жұп-жұмсақ болып, және де қабығы оңай алынатын болып пісіп шығады. Микс салатымызды жақсылап жуып аламыз. Одан кейін ыдысымызға салып, оның үстіне асқабақтарымызды осындай шетінен алатын боламыз. Асқабақ өте пайдалы әрі дәмді көкөніс. Оның үстіне помидор және де мен осы жолы фетакса қосатын боламын. Негізі творожный сыр қоссаңыздар да болады. Әркім қалауына қарай. Одан кейін жақсы көретін осындай соустарыңызды, кисло-сладкий соустарыңызды қосып ұсынатын боласыздар. Айтпақшы, осы жерде қолданып жатырған өте әдемі қарағаштан жасалған керемет ыдыстарымды Ақтөбе қаласындағы торговый центр Алияда орналасқан Самира Home дүкенінен алған болатынмын. Ал парақшасын жоғалтып алмау үшін Самира Home дүкеніне бірден тіркеліп алыңыздар. Ол жақтан неше түрлі ерекше ыдыстарды кездестіре аласыздар.